Жалпы Қазақстанда ата заңның жаңа жобасы қызу талқыланып жатыр. Енді жаңа өзің айтып кеткендей, заңның 84% өзгеріске ұшырап. Шындығына қарағанда бұл жаңадан конституция қабылданғанмен бірдей ғой. Енді оның ішінде вице-президенттің лауазымы енгізіліп жатыр. Ол бұрында болған, көптеген дамыған елдерде бар. Вице-президенттің енді енгізілуі жалпы мемлекеттік басқаруды жетілдіру мәселесімен ұштасып жатыр. Ол енді президенттің атынан парламентте, халықаралық ұйымдарда, басқа да мәселелерде және президенттің тікелей басқаруымен тапсырмасымен жұмыс жасайтын тұлға. Және ол президенттен кейінгі соның жұмысын атқаруға көмектесетін екінші адам болып есептеледі елімізде. Сондықтан бұрында болған, қазірде болды, ол мына заманның талабына сай еніп жатқан лауазым деп есептеймін. Сондықтан енді оған лайықты адам келіп, президентке жұмысын жеңілдетіп, еліміздің дамуына лайықты үлес қосуға тиіс тұлға ғой. Сондықтан енді бұл мәселені қазір талқыланып жатыр. Ол неге керек деген мәселе айтылып жатыр. Бірақ енді мына парламенттік реформаға байланысты, кешегі құрылтайда қабылданған өзгерістерге байланысты, бұл енді сондай қажеттіліктен туындаған болу керек. Ол енді елдің дамуына, мемлекетіміздің басқару орнының жетілуіне өзінің үлесін қосады деп есептеймін. Менің ойымша, қазір мына сыртқы әлемдегі өзгерістер, геосаяси өзгерістердің кейбір жағдайда әлемдегі оқиғалардың өршіп тұруы, бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымының қазіргі рөлінің өзгеруі, жаңа құрылымдардың пайда болуы, осының барлығы, сосын енді елдегі ішкі жағдайға байланысты. Ішкі жағдайда қазір 30 жылда, 50 жылда ел жаңа деген өзгерістерге ұшырап, сондықтан бұл лауазым енді өзінің лайықты орны болу керек, өзінің үлесін қосу керек, президенттің жұмысын жақсы атқаруына, ел дамуына өзінің лайықты үлесін қосу керек деп есептеймін.